Сәлеметсіздер ме, құрметті курсанттар? Бүгін сіздермен шет елдердің мемлекет және құқық тарихы пәні бойынша номер 5 тақырып ежелгі Рим мемлекеті және құқықтары. Жоспар бойынша 4 сұрақ қарастырылған. Бірінші сұрағымыз: Рим құлиеленушілік мемлекетінің пайда болуы және дамуының негізгі кезеңдері. Екінші сұрағымыз: Сервий Туллидің реформалары Рим аристократиялық республикасы мен империясының мемлекеттік механизмі. Үшінші сұрағымыз: империя кезіндегі мемлекеттік құрылыстың ерекшеліктері. Төртінші сұрағымыз: Рим құлиеленушілік құқығы қайнар көздері институты. Осы 5 тақырыпты толық меңгеру үшін келесідей әдебиеттер ұсынылады. Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы, оқу әдістемелік құралы Булгакова, Истаев. Келесі: шет елдердің мемлекет және құқық тарихы, Мұхтарова. Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы, Шапақ. Және өзіміздің академиямыздың оқытушылары: шет елдердің мемлекет және құқық тарихы, Сейдіғалиев, Искаков. Және шет елдердің мемлекеті мен құқығының тарихы, Искаков. Сонымен Рим мемлекетінің тарихи кезеңдеріне келетін болсақ, негізгі 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі: алғашқы қауымдық құрылымның ыдырауы және құл иеленушілік мемлекеттің құрылу кезеңі. Біздің заманымызға дейін 753-509 жылдар. Екінші кезең: республика кезеңі. Біздің заманымызға дейін 509-27 жылдар аралығы. Және үшіншісі монархия кезеңі. Біздің заманымызға дейін 27 жыл және біздің заманымыздың 476 жылдар аралығында. Бұл кезең өзі ішінде 2 кезеңге бөлінген. Біріншісі принципат, біздің заманымызға дейін 27 және біздің заманымыздың 284 жылдар. Және доминант кезеңі. Біздің заманымыздың 284 жылы 476 жылдар аралығында. Ал енді Рим құқығының кезеңдеріне келетін болсақ, 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең: цивилдік немесе азаматтық құқықтың қалыптасуы және дамуы. Екінші кезең: Рим құқығының гүлденуі, цивилдік құқықпен қатар преторлық құқықтың пайда болуы. Алдарыңызда көрсетілген картаға назар аударсаңыздар, ежелгі Римнің картасы, Римнің орналасуы қазіргі Италия мемлекетінің территориясында пайда болған және картада көріп тұрғандай жаулап алған өзінің территориясын көрсеңіздер болады. Рим жергілікті патриархалдық қауымға жататын патрицийлер, ру, курия және трибаларға бөлінетін. Рим 3 трибаның одағы болатын. Бұл курия 10 рудан, триба 10 куриядан тұратын. 3 трибаның әрқайсысы 100 рудан, ал бүкіл қауымның халқы 300 рудан құрылатын. Ру бірлестіктеріне кіретін азаматтар өз әскерлерін құратын, халық жиналысына қатысып, қауымның алғашқы мүшелері болып саналатын. Алғашқы толық құқылы азаматты тек патрицийлер иеленді. Әрбір рудың аты болды. Рудың басшысы ақсақал кеңесіне, атап айтқанда сот қызметін жүзеге асыратын санағы еді. Ең басында Рим қауымы 300 рудан тұрақталғандықтан ежелгі сенат 300 сенатордан тұрды. Сенат өмірлік көсемді сайлады. Патша сенаттың төрағасы болып, бүкіл қауымның атынан Құдайға құрбандық беретін және легиондарды басқарды. Ең маңызды мәселелер курияның, рудың халық жиналысына қойылып отырған. Рим мемлекетінің құрылуы. Рим мемлекеті қалалық қауымнан қалыптасқан. Рулық ұғымның негізгі әлеуметтік бірлігі ретінде экзагомдық әкелік ру табылған. Рим жалпы алғанда 300 ру болған. 10 ру әскери және діни бірлестік болып табылатын курияны құраған, басшысы Курион. 10 курия трибуну тайпаны құраған, Рим халқы 3 тайпадан құралған. Рим мемлекетінің қоғамдық құрылымына келетін болсақ, алдарыңызда тұрған қоғамдық саты бойынша алдымен
Рим мемлекетінің азаматтарына келетін болсақ, ең жоғарысында сенатор, одан кейін патрицилер және плебейлер. Енді азаматтар емес екі топ болған, ол тәуелсіз, бірақ ешқандай құқықтары жоқ тұлғалар және құлдар. Қоғамдық құрылымына жеке-жеке тоқталатын болсақ, патрицилер бұл қалалық қауымның толық құқылы азаматтар. Римде болған құқықтардың бәрін иеленгендер, бұлар патрицилер. Келесі топ клиенттер, патрицилерге жеке және мұрагерлік тәуелді болғандар. Дәлірек айтқанда, бұлар атадан балаға патрицилерге тәуелді болып өтеді. Және төменгі сатысы плебейлер, жеке бостандығы болғанымен саяси құқықтарға иеленбеген, Рим аумағына көшіп келген азаматтар. Демек, плебейлер құқықтары болмағанмен олар тәуелсіз тұлғалар болды. Рим мемлекетінің мемлекеттік құрылымына келетін болсақ, Римдік қауымның басшысы патша сайланбалы, рекс тұрған, халық жиналысы центуриаттық комиция, трибуттық комиция және куриаттық комиция. Әр осы топтың өзінің жиналыстары болған. Және абыздар алқалары, авгурлар, понтификтер, вициалдар. Мемлекеттік органның бірі сенат, патша жанындағы кеңесші орган. Ол 300 рудың ақсақалдарынан құрылған. Сенаторлардың саны 300 болған. Сервитули реформалар. Біздің заманымызға дейін 7-ші ғасырда сервитули патша Римде саяси және экономикалық реформа жүргізіп, плебейлердің жағдайын жақсартты. Реформа бойынша плебейлер Рим халқының құрамына еніп, патрицилермен бірге халықтық жиналысқа қатысу құқығына ие болды. Әскери жауынгерлерді мүліктік белгілеріне сәйкес 5 топқа бөлетін. Байлық мөлшері аспен саналды. Бірінші топ 100 мың ас, екінші топ 75 мың ас, үшінші топ 50 мың ас, төртінші топ 25 мың ас, бесінші топ 11 мың ас. Одан кемі пролетарийлер. Сонымен бірінші топқа мүлігі 100 мың жез асылға бағаланған неғұрлым ауқатты азаматтар жатқызылды. Олар толық қару-жарақтанған 18 атты және 80 жаяу әскери жүздігін беруге міндетті болды. Центуриат комицияларына дауыстар жүздер бойынша берілді. Бір жүздік бір дауысқа ие болды. Сұрақ қою бірінші топтың азаматтарынан басталды. Олар 190 дауыстың 98-не ие болды. Сервитули реформалары Рим патрицилерінің рулық қауымдық құрылысын бұзды. Оның жүргізген реформасы Римнің әскерін күшейтіп, плебейлер мен патрицилердің құқықтарын теңеді. Империя кезіндегі мемлекеттік құрылыстың ерекшеліктеріне келетін болсақ, алғашында Римдегі бүкіл жоғарғы қызметтерді консул деп атады. Консулдар жыл сайын центуриаттық комицияларда сайланатын Рим республикасының 2 жоғарғы лауазымды адам болып аталды. Халық трибуттарды жыл сайын трибут жиналыстарында сайлады. Консулдар 43 жастағы ер адамдар ғана консул болуға құқылы. Консулдың қасында жүретін нөкерлері 12 ликтордан тұратын. Рим республикасының жоғарғы қызмет адамдары жыл сайын центуриат комицияларында сайланды. Олар әскери және азаматтық міндеттерін өтеуге тиісті болды. Консулдар әскери қызметкерлерді жинап, әмір беретін жоғарғы әскери трибундардың бір бөлігін тағайындайтын. Квесторлар бұл төменгі магистраттар қатарынан саналды. Олар трибут комицияларында сайланды. Квесторлар консулдардың көмекшілері, олардың міндеттерін анықталмаған. Олар қазынашы міндеттерін атқарды. Провинция наместниктерінің көмекшілері болды. Әскери қазынаны басқарып отырды.
Цензорлар. Екі цензорды 5 жылда бір рет 18 айға центуриаттық комиссияда сайлады. Олар әрбір 5 жыл сайын ценз жүргізді. Барлық азаматтардың тізімін алды. Жекелеп сұрастыру жолымен әрбір азаматтық мүліктік жағдайын анықтады. Оны тиісті мүліктік топқа жатқызуға трибаға алды. Цензорлар 5 жылға саудаласып, мемлекеттік мүліктен түсетін кірістерді және бас салықтарын жинау құқығын жүргізді. Рим азаматтарының ғұрып тазалығын қадағалауда олардың міндетіне жатты. Цензорлар әдетте бұрынғы консулдардан сайланды. Преторлар. Преторлар сот істерін жүргізіп, провинцияларды басқарды. Олар консулдарды алмастырып отырып, сенаттың тапсырмасы бойынша легиондарды басқарды. Рим магистраттары мынадай 4 түрге бөлінді. Біріншісі экстраординарлы, төтенше жағдайлар бойынша. Екіншісі ординарлы, консул, цензор, трибун. Үшіншісі жоғарғы және төртіншісі төменгі. Жоғарғы магистратураға 2 консул, преторлар, цензорлар, халық трибунттары жатқызылды. Принципат доминат кезеңі. Біздің заманымызға дейін 1 ғасырда Цезарь Римде принципат белгіледі. 1 ғасырдан 3 ғасырға дейін республика органдары сақталса да, олардың дербестігі жойылды. Римде монархияның пайда болуын Диоклетиан деген императордың атымен байланыстырады. Біздің заманымыздың 284-305 жылдар аралығында жалғыз өзі Рим тәрізде аса зор империяны басқара алмайтын түсіне отырып, ол өзіне қосалқы әмірші тағайындады. Принципат. Латын тілінен принципатус, принципстен, отырысты ашқан бірінші сенатор деген мағынаны білдіреді. Ежелгі Римде ерте империя кезінде қалыптасқан, біздің заманымызға дейін 27-284 жылдар аралығында биліктің монархиялық және республикалық ерекшеліктерін біріктіретін және оның ерекше формасын білдіретін тарихи әдебиеттегі шартты термин жоғарғы империялық биліктің иелері негізінен принципс деп аталды. Принципс жоғарғы республикалық магистр қызметін өмір бойы атқаратын төтенше әкімдік билігі бар адам. Доминат. Латын тілінен доминатус, үстемдік, домиус, мырза, қожайын деген мағынаны білдіреді. Ежелгі Римдегі император Диоклетиан 284-305 жылдар аралығында принципстің орнына орнатқан басқару формасы. Доминат тетрархия кезінің қамтиды. Доминат жалпы құл иеленушіліктің құрылымын нығайтуға бағытталған, ол бүкіл империяның бірлігін, императордың билігін күшейтіп, бюрократиялық әкімшілік аппаратты гүлдендіруге тырысты. Доминат кезеңінде әкімшілік реформа кеп тоқталатын болсақ, Диоклетиан империяның тұтастығын нығайту үшін жаңа әкімшілік бөлініс жүргізді. Италия өзінің ерекше жағдайынан айырылды. Империяның бүкіл аумағы 12 диацезге, ал диацездер 104 провинцияға бөлінді. Италия батыс және шығыс Рим империясына бөлінді. Әрбірінің басында император тұрды. Олардың көмекшілерін Цезарь деп атады. Рим империясының 2 бөлінгенде де ортақ құқықтық тәртіп сақталды. Әскери реформаға келетін болсақ, әскери реформа Рим әскерін күшейтті. Бүкіл әскерлер 3 санатқа бөлінетін еді. Шекара, мобильдік әскер және императорды қорғайтын Григориандар гвардиясы. Әскер саны көбейді және тұңғыш рекорд жиынтығы бірінші рет енгізілді. Сонымен қатар императордың жанында мемлекеттік кеңес құрылды. Императордың сарайында көп шенеуліктер жиналып, оларға орталық басқару функциялары берілді. Қалалар мен провинцияларды басқару солардың қолында болды. Императордың сүйенетіні
жалғыз орган ол әскер еді. Әскер басшыларының бәрі императорға бағынды. Императордың өздері әскерде сайланатын. Доминат жалпы құл иеленушілік құрылыстың нығайтуына бағытталды. Ол бүкіл империяның бірлігін, императордың билігін күшейтіп, бюрократиялық әкімшілік аппаратты гүлдендіруге тырысты. Гладиатор, латын тілінен гладиатор, қылышшы, гладиус, қылыш деген мағынаны білдіреді. Ежелгі Римдегі күрескер. Ол құлдықтан босату құқығы үшін арнайы аренада көпшіліктің көңілін көтеру үшін осындай немесе жабайы жануарлармен күрескен тұлғаларды гладиатор деп атаған. Рим құл иеленушілік құқығы, қайнар көздері, институттары. Римдіктер әлемді 3 рет жаулап алды. Бірінші рет легиондармен, екінші рет христиан дінімен, ал үшінші рет құқығымен. Жазылып қойған сана деп аталатын римдік құқықтың классикалық түрін Батыс Европада көп феодалдық мемлекеттерде қолданылатын. Ол көп мемлекеттердің құқық жүйесінің негізін қалады. Бұл құқық жүйесі континенталды және романо-германдық құқық жүйесі деп аталады. Рим империясы көрші мемлекеттерді өзіне бағындырып, солардың саяси тәжірибесін, құқықтық құжаттарын, сот практикасын, саяси санасын өз өміріне бейімдеп, өзіне тән ерекше құқық жүйесін құрды. Басқа мемлекеттердің құқықтық әдеттері, принциптері, белгілері, құқықтық тәжірибесі Рим құқығына көшіп, оған әсерін тигізді. Спарта, Афина, Сирия және басқа мемлекеттер Рим империясының құрамына еніп, оның провинциясына айналды. Рим мемлекетінің құқығы. Римде құқықтық жүйеге, заңгерлерге көп көңіл бөлінді. Бұл қызмет иелеріне ерекше құрмет көрсетілді. Гай, Павел, Ульпиниан, Модестин, Папиниан Римнің ең күшті заңгерлері қатарына саналды. Бүкіл Римнің тарихына өткен заң 12 кесте. Тақтаға жазылған заңдары. Бұл заң біздің заманымызға дейін 5 ғасырда қабылданған. Бұны Римнің Corpus Iuris Civilis деген кодексіне де кіргізген еді. Бұл құқықтық құжат 11 ғасыр қолданылды. Ол Рим құқығының негізі болғаннан кейін заңдылықтың мықтылығын, тұрақтылығын көрсету үшін, дәлелдеу үшін сақталған. Римнің меншік құқығы. Меншік құқығы тұлғаның иелену, пайдалану және билік ету түрінде затқа деген толық және айрықша үстемдігін білдірді. Қоғамдық меншікпен қатар жеке меншік пайда болып, қалыптаса бастады. Бірақ ол нормадан тыс және қоғамдық меншікке бағынышты нысанда көрініс тапқан. Құқықтың шектеуі сервитут деп аталды. Сервитуттың 2 түрі бар еді. Жеке сервитут және заттар сервитуты. Бұл басқа жер учаскесінен су өткізу, жол салу, құбыр салу, мал айдау. Сервитуттар меншік иесінің мүдделеріне зиян келтірмеген жағдайда басқа тұлғаларға да оның меншігін пайдалануға рұқсат етілген. Міндеттемелік құқығы. Римде міндеттемелердің 2 қайнар көзі болған. Деликтілерден, фортум, заңды бұзушылықтан туындаған міндеттемелер және шарттардан туындаған міндеттемелер. Сонымен қатар шарттардың келесі түрлері болған. Вербалдық шарттар ауызша жасалады, литералдық шарттар жазбаша бекітілген, реалдық шарттар тараптардың қарапайым және ресми емес келісіммен негізделген шарттар. Неке құқығы. Некелік қатынастар заң бойынша қорғалған. Отбасы қожайынның билігімен өмір сүрген агнаттар деп аталды. Оларға әйелі, ұлдары, немере шөберелері, ағалары жатады. Рим мемлекетінде неке қиюдың 2 түрі болды. Біріншісі, неке діни салт дәстүрмен абыздың қасында 10 куәгермен қиылды. Екіншісінде қалыңдықты сатып алу арқылы жүзеге асырылды.
Әйел адамның күйеуге бағынуы бойынша неке кумману деп аталды. Әйел мен еркектің теңдігі бойынша некелесу синеману деп аталды. Мұрагерлік құқық. Римде мұрагерлік мүлік агнаттарға, яғни қандық туысқандарына қарамастан үй иесінің билігінде болған тұлғаларға, сонымен бірге әкелерінің балаларына тең бөлініске бөлініп отырған. Мұрагерлік заң бойынша және өсиет бойынша жүргізіліп отырған. Қылмыстық құқық. 12 кесте заңның қылмыстық құқықтық қаулылары өте қатаңдықпен ерекшеленеді. Өлім жазасына кез келген тартылды. Мысал үшін, кімде-кім соқамен өңделген егіс алаңынан егін жинаған немесе зиян келтірген жағдайда, үйді немесе нанды өртеушіге ол әдейі істесе торға қамалған, онда ол азап өлімге барған. Түнде ұрыны немесе қолында қаруы бар ұрыны кез келген өлтіруге құқығы болған. Қылмыс үстінде күндіз ұсталған ұры дене жарақатына тартылған. Соңынан жәбірленушіге құлдыққа берілген. Құлдың қылмыстары сотпен қаралған. Оның қорғалуға ешқандай да құқықтары мен кепілдіктер болмаған. Өлім жазасына тартылған, ол торпейлік таудан лақтырылған. Дәрісімізді қорытындылай келе, Рим империясы қаншалықты дамыған мемлекет екендігін көруге болады. Бүкіл әлемнің дамуына тигізген үлесі өте зор. Жоғарыда айтып өткендей, Рим империясы әлемді 3 рет бағындырды. Біріншісі легиондарымен, әскерімен, екіншісі христиан дінімен және үшіншісі құқығымен. Біздің заманымызға дейін Рим империясында пайда болған континенталды құқық бүкіл Европа құқығының негізі. Біздің мемлекетіміздің құқығы континенталдық құқықтан негіз алады. Романо-германдық құқықтық жанұяға жатады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.